келіп лайк басып пікір қалдырыңыз. Қай қаладан сағат нешеде көріп отырсыз? Жаза кетіңіз. Оқиға ауылда басталады. Ауыл шетінде орналасқан қарапайым ғана ескі үй. Осы үйде Нұрлан мен оның әйелі Айман 7 қызымен тұрады. Үйде үнемі қыздардың күлкісі естіліп тұратын, бірақ бұл күлкі Нұрлан үшін бақыт емес, керісінше күйзелістің көзіне айналады. Айман 8-ші рет аяғы ауыр екенін білгенде, не қуанарын, не жылайтынын білмеді. Ол жүктіліктің жасыра алмай, бір күні бәрібір күйеуіне айтуға тура келетінін білді. Ішінде бір үміт болды, мүмкін бұл жолы ұл шығар деп. Бірақ Озида нәтиже көңілінен су сепкендей басты. Айман, Тәңірім, неге тек қыз бере бересің? Мен кінәлі емеспін ғой. Нұрлан тағы да ашуланса қайтем? Кешкісін есік сырқылдап ашылды. Нұрлан жұмыстан шаршап келген, бірақ көзіме бірде Айман іздейді. Нұрлан, қалайсың? Жаңағы Ози қалай өтті? Айман, барлығы жақсы, тек. Нұрлан, ол ма? Айман сыбырлап, қыз екен Нұрлан деді. Нұрлан, жетті. 7 қыз жеткіліксіз бе еді? Енді 8-ші де қыз ба? Қай бетімен елге қараймын деді. Айман, қыздарың не жазығы бар? Нұрлан, бәрі Алланың жазуы емес пе? Нұрлан, Алланың жазуы болса, неге маған ғана осындай жаза? Басқалардың ұл қызы тең, менде неге тек қыз? Сенде бәрі дұрыс па? Сенде бәрі дұрыс емес шығар. Айман бұл сөзге төзе алмай, үйден шығып кетіп, шеткі алма бағана барып ұзақ отырды. Қараңғылық түсіп, түн-түнігі жабғанда ғана үйге оралды. Бірақ үй іші үнсіз еді. Күйеуі ұйықтап қалған шығар деп ойлады. Келесі күні оянса, Нұрлан жоқ. Киімдері, телефон, малға керек құралдардың бәрі жоқ. Айман күйеуінің шынымен кетіп қалған бірден түсінді. Қыздарына білдірмей, бірақ жүрегі алай-түлей. Айман ішінен, қайда кеттің Нұрлан? Мен емес, қыздарыңды ойласайшы, сенсіз қалай күн көреміз? Сол кезде алыста қалада бір пәтердің есігі ашылады. Құшақ жая қарсы алған Мақпал есімді әйел, үстінде қымбат емес, бірақ таза киім, жанында 3 қыз. Мақпал, келдің бе? Қыздарың сені қатты сағынды, мен де. Нұрлан күлімдеп, мен де сендерді сағындым, бірақ енді бәрі басқаша болады. Енді мен сендермен боламын деді. Мақпал, жоқ, бәрі қазірдің өзінде басқаша, себебі мен 4-шіге аяғым ауыр. Ол. Нұрлан сілейіп тұрып қалды. Не? Ол ма? Дәл айттың ба? Дәрігер нақты айтты ма? Мақпал, иә Нұреке, бұл жолы ұл болады деді. Нұрлан, онда мен бұлай осында тұрамын, ешкімге айтпа. Айманға да, ауылға да, мен енді ұлым үшін өмір сүрем деді. Көп уақыт өтпей Нұрлан Мақпалмен бірге жаңа өмір бастайды, бірақ бұл бастаманың соңы не боларын әзірге белгісіз еді. Ауыл таң атпай үй тірлігі басталады. Айман сиыр сауады, Айгүл нан илейді. Екінші қызы Айша кішкентайларын тамақтандырып жатыр. Айша, мама, папам қашан келеді? Айман көзін тайдырып сөйлеп, жұмыспен кеткен, біраз күннен соң келіп қалар деді. Айгүл ашуланып, жетіп, әкеміз бізді тастап кетті. Көрмей тұрсыз ба? Бізге де шындықты айту керек. Айман көзін жасын тығып, қызым, әкелерің қандай болса да, ол сендердің әкелерің. Жаман әке болмайды, тек адам қателеседі. Сол күндер өтіп, Айман босанады. Тағы да қыз, бірақ бұл жолы Айман мүлде жыламайды. Айман, қыз туса не бопты? Қыз деген ертеңгі ана, ертеңгі отбасы тірегі. Сендер менің байлығымсыңдар. Қыздар анасының сөзіне естігенде жүрек жылып, көздеріне жас алады. Олар әкесінің жоқтығын емес, аналарының бар екен ұғынды. Қала, Нұрлан мен Мақпал жаңа пәтер жалдап, жаңа өмір басталады. Уақыт жетіліп, Мақпал босанады. Дәрігер бала ұл екенін растады. Нұрлан қуаныштан жарылып кетердей болады. Достарына айтып, Мақпалды әріптестерін шақырып дастархан жайды. Мақпал да бақытты көрінді. Бірақ күндердің күнінде Нұрлан түн жарымда терезеге қарап үнсіз қалатын болды. Қыздардың күлкісі, Айманның тамақ пісіріп жатқан иісі көз алдына келе береді. Мақпал, неге үнсіз жүрсің? Қуанып жүрсің бе? Жоқ па, түсінбеймін. Нұрланмен бақыттымын, бірақ не? Айманды сағындың ба, әлде қыздарыңды? Олар да менің балаларым. Мен жаман әке болдым.
Сен енді менің күйеуімсің. Ол жақта не болған ұмыт, бұл жаңа өмір. Нұрлан үндемей, бірақ түн сайын Айман мен қыздардың бейнесі көз алдына келеді. Ол жыласа есіне кіші қыздары түсіп кетеді. Ауылда Айман бар ауыртпалықты көтеріп жүр. Үйдегі ең үлкен қыз Гүлнұр мектепке бітіріп, қалаға оқуға түсіп, ара-тұра әкесінің қалада көріп қалу мүмкін екенін біліп, іштей қиналатын. Бір күні Гүлнұр автобус аялдамасында әкесінің қасында бөтен баламен келе жатқанын көріп қалады. Бір сәтке сенбей тұр, бірақ ол Нұрлан болатын. Ол баланың жетектеп келе жатыр. Гүлнұрдың жүрегі қысылып, үйге келгенде жылап жібереді. Гүлнұр: мама, мен папамды көрдім. Қалада бір ұлмен. Ол мен дейсің бе? Иә, ол бізді тастап кетті. Басқа отбасы құрған. Айман үнсіз қалды. Ішінде барлық ауыртпалық сыртқа шыққысы келгендей, бірақ ол өзін ұстады. Жарайды, ешкімге жамандық тілемейік. Әкелерің өз өмірін өзі таңдады. Гүлнұр сол күннен бастап қатайып өсті. Сабақпен ғана айналысты. Қалған қыздарда есеп бірін-біріне тірек бола білді. Олар әкелерін күтпей-ақ та мықты болып өсіп келе жатты. Уақыт өтті. Нұрлан қартая бастады. Мақпалмен де ара суи түсті. Ол есеп әкесіне суынып кетті. Мектепте әкесінің екі отбасы барын біліп қойған соң Нұрланнан алыстай берді. Бір күні Нұрлан ауылға оралады. Сол баяғы ескі үй, есіктің алды таза, гүлдер отырғызылған. Қыздары үйде екен, Айман да сонда. Нұрлан: Айман, мені кешір. Мен кешірім сұрауға келдім. Айман: өмір кешіріммен өлшенбейді. Нұрлан: бірақ біз өкпелемейміз, себебі біз өз бақытымызды сенсіз сақтаптық. Қыздары сыртқа шығып, жеті бірдей бойжеткен, бәрі ажарлы, салиқалы, өз анасына ұқсап қалған. Гүлнұр: әке, сізге ренжімейміз, бірақ сіздің орныңыз енді біздің өмірімізден бос, деді. Нұрлан үссіз бұрылып, артына қарамай кете барды. Артында тек қыздарының салмақты көзқарасы мен Айманның үнсіз сабыры ғана қалды. Бұл өмір әр таңдауымыздың өз бағасы бар, бірақ қызды менсінбеген әке 7 қызынан айырылды, ал әйел өз қадірін жоғалтпады. Себебі әйел мықты, ана мәңгілік. Бұл оқиға бізге не үйретті? Қызда ұрпақ, қызда ертеңгі ана, тәрбие беретін ұстаз. Қыздың қадірін білмеген елдің ертеңі бұлыңғыр. Ұл күтумен жүріп қыздың бақытына көз жұмсақ, опық жейміз. Сондықтан ұл туды ма, қыз туды ма, бәрі бірде Алланың сыйы. Ең маңыздысы, ұл болсын, қыз болсын, адам болып өссе болды.